Сәлем бердік. Сіздермен бірге келін асханасы. Бүгін бірге осындай пышный, өте жұмсақ болатын, жақсы көтерілетін шарлотка жасайық. Ішінде алма салмасымен өте пышный пирог. Бірге жасап көрейік. Ол үшін ең алдымен алмамызды аршып, турап, дайындап қоямыз. Мен алманы 4-ке бөліп, осындай долька-долька кусоктарға турап дайындап қойдым. Және 3 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, үлкен пышный масса болғанша көпіртемін. Және оған 1 бокал, 1 стаканға кішкене толмай қант саламын. Үлкен пышный масса болғанша, әппақ болғанша миксерлеймін. Және ұнымызға разрыхлитель қосып, қопсытқыш қосып дайындап қойдық. Соны електен 2 бөліп өткізіп, өстіп жоғардан төмен қарай араластырып біріктіреміз. Қою қаймақ тәрізді консистенция болу керек. Лопаткамыздан ақырындап өстіп ағып тұру керек. Мен формамызды дайындап қойдым. Астына пергамент қағазын төсеп, 22 сантиметрлі диаметрлі разъемный формамыз. Астына алманы тізіп, бетінен бүкіл жаңағы дайын болған қамырымызды құйып, және үстінен тағы да алмаларды тізіп шығамын. Алманың мөлшері өздеріңіздің қалауларыңызша көбірек алсаңыздар да болады, азырақ алсаңыздар да болады. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут піседі. Құрғақ таяқшамен тексеріп көреміз. Тура осындай тағы да кішкене какао қосып, тағы да бір пирог пісіремін. Пешімізден форманы алып, осындай кеселерге керісінен аударып суытуға қоямын. Суыған соң формамыздан өстіп тақтың көмегімен шет-шетін қырып босатып аламыз. Сервировочный тарелкамызға ауыстырып аламыз. Өте пышный болып көтерілген, үстіндегі корочкасының өзін айтсаңызшы күшті болған. Өте дәмді пирог жасап көріңіздер, үй ішіңіздің бәрі қуанып қалады. Видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, видеоларды өткізіп алмаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.